Күн баршаларыңызға бүгін сіздермен бірге асқабақтан картошка дайындайтын боламыз. Жаркое. Осылай асқабақ пен картошкамызды әдемілеп жуып аламыз. Картошкамызды барлығын жуып тазалап алғаннан кейін майымызды қыздырып, біртіндеп жуадан бастап жаймендеп қуыра беретін боламыз. Кеше менде сияқтамақтан қалған сәбіз босқа қалмасын деп сәбізді де қосып жібердім. Және де осылай қалауларыңыз бойынша турайсыздар. Ерек қылып турайсыздар ма, өздеріңіз білесіз. Және де заморозкіден қатырып қойған болгарскийді де қосып жібердім. Осылай барлығын қуырдым әбден. Жығыртып тұрып қуырып алдым. Ендігі кезекте асқабақты да қалауларыңызша турайсыздар. Бұл асқабақ тез пісіп кетеді. Сондықтан үлкен қылып турасаңыздар тіпті жақсы болады. Келесі кезекте картошканы де қалауларыңызша турап аласыздар. Картошканы ірі қылып турасаңыздар тіпті жақсы. Өстіп кезек негізі қиын түгі де жоқ бұл тамақтың. Етпен істегеннен гөрі асқабақпен істеген жақсы. Мына жақта балдардала шығып жатқан ой, соған елегізіп қарап тыңдап қайта. Осылай томат қосасыздар, қалауларыңызша тұз қосасыздар. Одан кейін кейбіреулер специялар қосады, мен онда ұната бермеймін. Қара бұрыш, тұз қосам болды. Барлығын осылай ретімен қуырып, томатымызды, тұзымызды, бұрышымызды қосамыз. Мен артық оны ештеңе перепірап дайын қоспаймын. Мінекей біздің картошкамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса пікір қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Сіздерге ас болсын. Қазақтың келінін қолдап кетіңіздер.